Ер баланы мінездетіп тәрбиелеу керек. Көбінесе аналары оларды еркелетіп, мүсәпірлеп, ой, бүйтпе, тамағыңды іш, да ауырып қалдың ба, шаршап қалдың ба деген әңгіме айтады. Ондай болмау керек. Ер баланы ер бала ретінде тәрбиелеу керек. Баланы аясын аяма дейді. Тай кезінде теуіп мін дейді. Сол үшін баланы 12-13 жасқа дейін аямай салу керек. Еңбекке де салу керек, сабағында оқыту керек, спортпен айналысу керек. Гиперзабота дейді, қазір сондай аналар бар. Менің ұлым хоккейға барады, 3-4 жыл болды, бауын өзі байлайды. Ал мен анда-санда бір барып қалған кезде, анда отырады балалар, жаңағы мамалар бауын байлап беріп жатады, киімін киіп беріп жатады. Менің ойымша ол дұрыс емес. Ер бала жігерлі болып өсу керек. Қазір сен оны аяғанмен, оған забота көрсеткенмен, кейін өмір оны аямайды. Осылай істеу арқылы қазіргі аналар баланы, ер баланы қыз ретінде тәрбиелеп жатыр. Әйел ретінде, ез ретінде. Сондай баладан, сондай ер баладан кейін еркек емес, елін жерін қорғайтын намысты жігіт емес, ез туады.